Кешегі Тоқаевтың сөзін түрлі тарапқа бұрмалап уайымдаудың қажеті жоқ. Оны тәпсірлеп ешкімге ештеңені түсіндірудің де керегі шамалы. Маған бұл елде ешкім басқа тілде сөйле деп талап етуге құқығы жоқ. Ал мен өзгелерден ол қазақ бола ма, жоқ әлде басқа ұлттың өкілі бола ма, мемлекеттік тілде қызмет көрсетуді, қазақша сөйлеуді талап етуге құқығым бар. Ол үйіне барып қай тілде қалай сөйлессе де өз еркі. Себебі ата заңымызда қазақ тілі мемлекеттік тіл болып бекітілген. Мен осы елдің азаматымын. Менің салығымнан жалақы алатын кез келген адам маған мемлекеттік тілде қызмет көрсетуі қажет. Олай болмаса арыз жазыңыз. Егер дәріханада, ауруханада, дәмханада, банкте, мемлекеттік мекемеде немесе басқа да қызмет көрсету орнында сізге мен қазақша сөйлемеймін, орысша сөйлеңіз, мен сізді түсінбедім деп айтса, сізді орыс тіліне көшуге оның мәжбүрлеп тұрғаны. Ал бұл бейтараптық емес, мәжбүрлеу. Мемлекеттік тіл иесі ретіндегі сіздің құқығыңызды бұзуы. Қазақ тілі қағаз жүзіндегі мемлекеттік тіл ғана емес, мемлекеттік біртұтастық тіл болу керектігін Тоқаев анық айтты. Оған өткендегі Магнумның кейсі дәл кеп тұр. Алайда сіз бұл сөзді бейшара құлдың көзқарасымен емес, тәуелсіз мемлекеті бар, заңды құқығы бар азамат ретінде түсінсеңіз, еш агрессиясыз, заң бұзусыз, айқай-шусыз барлық қызмет көрсету саласы мен бизнесті, мемлекеттік органдарды бәріміз қалаған қазақ тілінің алдына бас идіріп тұрғанын білуіміз керек. Ал бұл дегеніміз, сіз жұмысқа тұрғыңыз келсе, қазақ тілінде жауап алғыңыз келсе, қазақ тілінде ақпарат алғыңыз келсе, заң сіз жақта. Сондықтан жалпы етіп алдымен өзіңіз орысша жарнамаласа кетудің қажеті жоқ. Жай ғана қазақша сөйлей беріңіз. Сізді орысша сөйле деп мәжбүрлей алмайды. Ал сіз де оны мәжбүрлемеңіз. Өйткені заң сіз жақта. Алайда ең қиыны ол агрессия. Сөйлен-ақ деп боқтап күш көрсеткеннен ешкім қазақты да тілін де сүймейді, сөйлемейді. Керісінше бұндай дөрекілік арқылы ұлттан да тілден де жерітіп жібересіз. Қазақ тілі мәдениеттің, бизнестің, ғылымның тілі екенін сауатты түрде көрсетуіміз қажет. Қазақ тілі, қазақ тілділер байығанда күшке ие болады. TikTok, Instagramға қазақша сөйле деп комментарий жазғанмен шаруа шешілмейді. Қазақ тілінде бейшаралар емес, байлар көп сөйлесе, сонда басқалар өздері-ақ сөйлей жөнеледі. Қазақ тілісіз ақша таба алмайтын болса, барлық бизнес, барлық Қазақстандағы ұлт сөйлей бастайды. Енді сіз банкоматта қазақша таңдаңыз. Телефоныңыздың тілін, қосымшалардың ішін қазақшалаңыз. Түсініксіз болса, түсінікті баламас сөз ұсыныңыз. Соны жасағандар өзіміз сияқты қазақтар ғой. Біз тілімізді қолданып қана қорғай аламыз. Ал неге тілімізді қорғай беруіміз керек? Себебі ешкім қорғамаған тілді тарих та, тағдыр да қорғамайды. Өшіп кеткен тілдің мұражайы болады, мемлекеті болмайды. Осы видеоны барынша қазаққа таратыңыз. Олар да өз құқығын білсін, қазақша сөйлесін. Қазақ тіліне сізбен біздің жанымыз ашмаса, басқаның жаны ашмайды. Қанеки, қанша қазақ тілін шын сүйеді екен? Комментке жазыңыз, маған тіркелуді ұмытпаңыз.